берілгені бар жоғы 23 бет. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша 10-шы сыныбымен осы роман-эссенің толық нұсқасын оқыдық. Мына әдебиет порталы сайтынан. Медеу Сәрсекенов шығармалары. Роман-эссе барлығы үлкен 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде 8 тақырып, екінші бөлімде 11 тақырып, үшінші бөлімде 14 тақырып. Жалпы 634 бет. Осы роман-эссені оқу барысында өзінің алған әсерлерін 10-шы сыныбы бөлісті. Медеу Сәрсекенің «Қазақтың қанышы» атты роман-эссесіндегі өте құнды әрі мән мағыналы бөлімдерінің бірі «Шежіре шерткен сыр» бөлімі. Бұл бөлімде Баянауыл атырабы, яғни сол заманынан бергі киелі әрі құтты жер туралы әңгіме басталады. Әңгіменің бастауы Сүйіндік бұтағы, яғни осы жерге соңғы болып қоныстанған отбасы туралы басталады. Бұл Сүйіндік бұтағы деп отырғанымыз Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың тараған ата-бабаларының шежіресі. Бұл шежірені бастаушы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, ал осы шежірені жалғастырушы, яғни Медеу Сәрсеке болып табылады. Бұл бөлімнің өзіндік ерекшелігі бұл Қаныш Имантайұлының отбасы, яғни Сүйіндік ұрпағынан тараған киелі, яғни ғалама адамдардың тізімі. Қазақтың қанышы кітабындағы мен үшін ең әсерлі болған бөлім ол Кенжетай бөлімі. Осы бөлімде Қаныш Сәтбаевтың туып өскен ауылы және де оның отбасы керемет сипатталған. Сонымен қатар, бұл бөлімде Қаныш атамыздың өз әкесінен алған тәрбиесін, оның кішкентай кезінен білім мен ғылымға деген талпынысын, және де өзінің жасындағы балаларға қарағанда әлдеқайда алғыр әрі зерек болғандығын біле аламыз. Мен үшін ерекше ой қалдыра білген бөлім бұл Сібір шамшырағында бөлімі. Себебі Қаныштың алаулаған жастық шағының көрінісі сипатталған. Онда Қаныштың Сібір шамшырағында технология институтында оқыған кезіндегі студенттік ауыртпашылығы мен тұрмыстық өмірі, және де оқуының сынға түсіп озуы, жалпы Қаныштың өз мамандығы үшін күресі болған бөлім мен үшін ерекше ой қалдыра білді. Медеу Сәрсекенің жазған роман-эсседе маған алғашқы сапарда атты бөлімі ұнаған болатын. Және жалпы алғанда бұл бөлімде Қаныш Сәтбаевтың ғашығы Таисияға хат жазуынан басталады. Ары қарай бұл оқиға кезінде Қаныш атамыздың бас геолог болып және де Қасақбай кен орындарын дамытқаны туралы осы бөлімде өте көп құнды ақпараттар жазылған. Және де маған ең қатты ұнағаны және ең құнды ақпарат болғаны бұл Қаныш атамыздың өз туған жеріне деген махаббаты және де Жезқазғандағы кен орындарды дамытқаны маған қатты ұнады. Жалпы шығарма Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өмір жолын баяндайтын негізгі 3 бөлімнен тұрады. Маған Ұлытау жотасында атты бөлімі өте ұнады. Бұл бөлімде Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өмір баянынан бөлек, өмір сүрген кезеңіндегі елдің хал-ахуалы, саяси әлеуметтік жағдайы, саясат басындағылардың әділетсіздігі көрініс табады. Сонымен қатар 1932 жылғы ашаршылық, 1937 жылғы зобалаң жолындағы қиыншылықтардан өтіп, пісіп жетілген жас зерттеушінің бейнесі романда айқын көрініс табады. Қаныш Имантайұлының кәсіптік жолы басталған бөлімдерінің бірі ғұламалар алдында. Бұл бөлімде Қаныш Имантайұлының Мәскеуге барып, қазақ ғалымдарының атынан кен орындарын дамыту үшін жасаған алғашқы қадамдары жайлы айтылған. Сонымен қатар 400-ден астам жетістіктері мен кен орындарының геологиялық күрделі сырын ашуы елеулі есте қалар еңбектерінің бірі болып табылады. Бұл шығарма бойынша ерекше естен қалған бөлімі Жарқырап көлдің айдыны орнайды қала әйгілі бөлімі. Бұл бөлім Қаныш Имантайұлының Жезқазған қаласын салғанын көре аламыз. Қазіргі таңда Жезқазған қаласы әлемге танымал кен металлургия өндірісі бойынша жұмыс жасауда. Осы бөлімді оқи отырып, Қаныш Имантайұлының Жезқазған қаласын салу арқылы кен металлургия өндірісіндегі еңбегі зор екенін көруге болады. Айқасқа бөлімі бойынша Серго жолдастың өмірден өтіп бар жұрттың қабырғасын қайысқаны туралы айтылған. Бәрі де майдан ішінде баталғанда, Алатау жотасында деп аталатын 3-ші бөлім. Бұл бөлімде Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қайбет заманның оты мен су белшесіне кешіп, қайбет заманның ызғарын бастан өткерген толығымен ескере аламыз. Институт мамандарынан жаңа шикізат көзін іздеуге, тез арада аяқтауға болатын барлық жұмыстар жүргізілді. Осылайша Қаныш Имантайұлы Сәтбаев біз үшін нағыз майдан ошағы екенін көрсетіп отырған кездеседі. Атақты Альбион елінде бөлімінде Қаныш Сәтбаев
Лондонға барып танымал адамдар мен компания басшыларымен танысады. Бұл бөлімнің ең қызықты жері Черчиллдің Қаныштан қазақтар туралы сұрауы. Неге Сәрсекенің ел құрметінде бөлімінде Қазақстан Ғылым Академиясының іргесі беки түскен металлургия салаларының ең дамып жатқан кезеңдері бейнеленеді. Сонымен қатар бұл бөлімде Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың қазақ ғылымына қосқан үлесі мен математика саласына тигізген еңбегі бейнеленеді. Туған жерін қатты сағынған Қаныш Имантайұлының ендігі мақсаты туған жеріне барып бір сағынышын басу еді. Және оның осы арманын орындауға Көпежан Аятбергенов себепші болады. Туған жеріне келген Қаныш Имантайұлы өзінің ата-анасының алдындағы парызын өтеп сағынышын басады. Ғалымның хаты өшпейді, данышпанның аты өлмейді деген халық сөзі. Тегінде ұлағат өнегесі дара, артында мәңгі өшпес мұралары бар, асыл нұсқалар қалдырған даналарға арналған. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев та бүгінде қазақ елінің тарихында рухани өмірінде өзгеше орын алатын жол жұмыстары Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынов сынды ұлы алыптардың санатында аталуы заңды құбылыс.